Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Қарағанды қаласы Әлімхан Ермеков атындағы мектеп-лицейдің бастауыш сынып мұғалімі Омербаева Майгүл Рымбековна. Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздермен бастауыш сынып оқушыларының функционалдық оқу сауаттылығын қалыптастыру атты тақырыпта өзімнің іс-тәжірибеммен бөліспекшімін. Мақсаты әдіс тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын арттыру. Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бүгінгі заманның басты талабы. Педагогтың шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті ұштастырып сабақ өтуі бұл заман талабынан туындап отырған мәселе. Жоғарғы деңгейде сабақ беретін оқытушының алдынан шыққан оқушы өмір айдынындағы өз жолын адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бастауыш сынып оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда білім берудің алатын орны ерекше. Олай болса, шығармашыл тұлғаны қалыптастыру үшін әр сабағымызда біз тек оқулықпен шектеліп қана қоймай, кең түрде әр баланың талабына, деңгейіне сай жұмыстарды саралап, ыңғайластыруымыз керек. Тұлға құзыреттілігін дамыту үшін, яғни бастауыш сынып оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда жаңа инновациялық әдіс тәсілдердің ең тиімдісін пайдалану жоғарғы нәтиже береді. Функционалдық сауаттылық деген не? Функционалдық сауаттылық дегенді таратар болсақ, адамның, яғни жеке тұлғаның әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы және өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық фактор. Оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығы термині кең мағынада қарапайым оқу біліктілігін емес, мәліметтерді айқындай білу қабілетімен анықталады. Мектеп жасындағы балалардың оқу техникасы меңгеруі қазіргі таңда қабілеттілік болып есептелмейді. Оқу сауаттылығы туралы түсінік білім алушылардың әртүрлі формаларда берілген мәтіндерді түсіне білуі, олардың мәні мен мазмұнын түсініп тұжырымдауы және білім алушылардың мектептен тыс уақыттарда әртүрлі өмірлік жағдаяттарда шешуде оқығанын қолдана білу іс-әрекеттеріндегі қызметтерін бағалауына негізделген. Сөзімді нақтылай түссек, оқу сауаттылығы жазба мәтіндерді түсіну, өз мақсатына жету үшін оның мазмұнын қолдану, қоғам өміріне белсене қатысу үшін білімі мен мүмкіншіліктерін дамыту қабілеті. Оқу сауаттылығын қалай қалыптастыруға болады? Бастауыш сынып оқушылардың функционалдық сауаттылығының негізгі оқу сауаттылығы. Функционалдық оқу сауаттылығы мәтінді аудио және видео аппаратты түсіну, ақпаратты бір формадан екінші формаға айналдыру, мәтіндегі ақпаратты қабылдау, қолдану және қайта өңдеп пайдалану, ауызша және жазбаша қорытынды жасау, күнделікті өмірде алған білімі мен біліктілігін пайдалану жатады. Оқу сауаттылығын дамытуда бастауыш сыныпта өтетін барлық пәндерді қамти отырып, кешенді түрде қалыптастыру өте маңызды. PISA халықаралық зерттеуі оқушылардың мәтіннен ақпаратты іздеу және алу, кіріктіру және түсіне білуі, мәтіндегі хабарламалы ойлану және бағалануын тексереді. Мәтіннен ақпаратты іздеу бөлімінде мәтінге көз жүгіртіп сөз, сөйлем немесе сандық мән ретіндегі қажет ақпаратты анықтауға мүмкіндік береді. Ақпаратты бірнеше мәтіннен іздеу
тапсырманың шартынан неғұрлым сәйкес келетін мәтінді таңдау мүмкіндігі молайтады. Әдебиеттік оқу, қазақ тілі оқу бағдарламаның мазмұны оқу сауаттылығына бағытталған. Оқу сауаттылығының маңызды компоненті әрине мәтіндер. Біз мәтіндер жанр бойынша жүктеуге дағдыланғанбыз. Алайда оқушының өмірдегі жиі кездесетін тұтас мәтін, тұтас емес мәтін, аралас мәтін форматтарына назар аударуымыз керек. Оқу бағдарламасына сай тұтас мәтін кезеңімен қалыптасады. Тұтас емес мәтін түрлі ақпарат кезеңінен құралады. Ал аралас мәтін тұтас емес және тұтас мәтіннен құралады. Журналдар мен веб-парақтарда негізінен аралас мәтіндерде көп ақпарат беріледі. Тұтас емес мәтіндерді және аралас мәтіндерде көбінесе кешенді тапсырмалар беріледі. Кешенді тапсырмаларда оқушыларға, мәселен, ас мәзірін зерттеу ұсынылады. Олар оқушылар тапсырманың неше нұсқасын қарастыруға болатынын үйренеді. Яғни, 3 тағамнан тұратын түскі асқа тапсырысты қалай жасауға болатынын, тапсырыстың неше нұсқасын қарастыруға болатынын үйренеді. Сонымен қоса, азан тапсырыс жасасаң қанша үнемдеуге болатынын үйренеді. Осы кешенді тапсырмаларды бере отырып, оқушылар осындай өздеріне керекті мағлұматтарды жасай білуді үйренетін болады. Мәтінмен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру кезеңдері: 1-ші сыныпта оқып үйрену, оған мәтіннің мазмұнын түсініп сұраққа жауап беру. Ал 2-ші сыныпта мәтінмен жұмыс істеудің басты дағдыларын қалыптастыру, мазмұндау, бөлікке бөлу, жоспар құру деген сияқты кезеңдерді үйренетін болады. Ал 3-ші, 4-ші сыныптарда керісінше жұмыс ұлғая түседі. Яғни сұрақ құрастыра, тұра білу, тақырыпқа ұқсас түрлі жанрларды, мәтіндерді салыстыру деген сияқты, ақпарат таба алу деген сияқты кезеңдерді тереңдей түсіп үйрене біледі. Мәтін мағынасын түсінуге қандай әдіс тәсілдерді қолдануға болады? Мәселен, мәтінді оқушылар толық түсінген, түсінбеген білу үшін уақыт сызығы деген әдіс тәсіл бар. Солны пайдалансаңыз өте керемет. Яғни мәтінді оқығаннан кейін оқушыларға суреттерді ұсынуға болады. Сол оқушылар сол суреттерді рет-ретмен қоя отырып, мына берілген уақыт сызығына оқушылар мәтінді нақты түсінгенін білуге болады. Яғни оқушылар мәтінде басында қандай әрекет болды? Оқи келе мәтіннің соңында қандай әрекет болды? Яғни мәтін соңында немен аяқталды? Осы суреттерді жиыстыра отыра, оқушылар уақыт сызығына тізбектеп қоя отыра, оқушының мәтінді нақты, толық түсінгенін білуге болады. Ал бағытталған оқу. Бұл әдіс мәтінді оқу барысында сұрақтар арқылы оны түсінуге бағыттайтын стратегия. Мәселен, жетелеуші 7 сұрақ стратегиясында не, кім, неге, қайда, қашан, қалай, егерде олай болса не болар еді деген 7 жетелеуші сұрақтарды қоя отырсаңыз, оқушы мәтінде алған білімін, нақты түсінгенін осы жетелеуші 7 сұрақ арқылы білуге болады. Өте керемет стратегия. Осыны қолдансаңыз тамаша. Келесі иллюстрациялық бейнелеу. Бұл әдісте өте керемет әдіс. Яғни оқушылар мәтінде алған білімін иллюстрация
арқылы немесе сурет арқылы жеткізіп